Құрметті тыңдарман, 2023 жыл 12 қаңтардан бастап қазақстандықтарға шетелдік көліктерді сақтандыруға тыйым салынады. Мұндай көліктерге сақтандыру полистерін басқа мемлекеттердің азаматтары ғана бере алады. 12 қаңтардан бастап жол жүрісі туралы заңға енгізілген өзгертулер күшіне енеді. Оған сәйкес көлікті тұруға ықтияр хаты жоқ шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам басқарса, көлік халықаралық қатынаста болып есептеледі. Егер көлік Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрақты тұрғылықты жері немесе орналасқан жері бар жеке немесе заңды тұлғаға тиесілі болса, Қазақстан Республикасында тіркелмеген болса, Қазақстан Республикасына уақытша әкелінген болса, мұндай көлік келесі импортқа дейін кемінде 30 күн үзіліспен елде 1 жылға дейін тұра алады. 12 қаңтардан бастап сақтандыру полисін алу үшін автокөлік не Қазақстанда тіркелген болуы керек, не тұруға ықтияр хатсыз резидент емес шетелдіктің меншігінде болуы және басқаруы қажет.